қазіргі уақытта қазақ еліне бір айтуға аузыңда бармайды. Олай бұлай болған жағдайда төтеп беретін әскеріміз бар ма өзі? Кезінде де әскерде қиыншылық жағдай болған, кезінде де өлім жітім болған, қазір де болады. Ол өмір. Енді айлықтарын көтеріп, жақсы мамандарды ауылдық жерлерге жіберу. Сол қазір бізде заңды қарастырып жатырмыз. Қарапайым бір кафеге барып, кофейняға барып, кофе заказ берсең, қазақша сөйлеп тұрсаң, бетіңе қарап орысша сөйлеп тұрады да. Бұл идеологияны қалай өзгертсек болады? Парламентке келгенде ең көп көтерілген сұрақтың бірі осы қазақ тілі болды бізде. Әскерден бөлек біздің қару-жарақ жағы бізде өте нашар деп естіген мен, өз басым. Сол кезде мен мысалы бір әскери адамды көрмедім да. Сол су тасқынына көмектесіп жатқан. Сол кезде мен айтқам осы, атары тұр ғой қасында военный часть. БТРлермен, танкілермен алып шығарып жіберуге болмайды. Аллах тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде, ей адамдар, жер бетіндегі таза әрі адал нәрселерді жеңдер деген екен. Сол себепті адал асқа өте мән бергеніміз абзал. Соның ішінде етке мән берсек өте дұрыс болады деп ойлаймын. Өйткені кез келген тағам біздің қазақ қоғамында етпен жасалады. Соған байланысты мен сіздерге Алматы қаласында үш бірдей жерде дүкені бар берекелі ет дүкенін жарнама жасағым келіп тұр. Жалпы бұл жерде өте таза әрі жоғары деңгейдегі, жоғары сападағы еттер сатылады. Алмастық қаласында жалпы үш жерде бар, адрестерін астына жазып кетеміз. Телефон номерлерін осы ет арқылы, осы байланыс телефондары арқылы хабарласып, етке тапсырыс берсеңіздер болады, немесе астындағы адрестерге барып ет алсаңыздар жақсы болады деп ойлаймын. Біздің қашанда адал асқа осылай мән берсек, біздің дуа тілектеріміз әрдайым қабыл болады. Біздің еліміздің болашағы сомен дамиды деп ойлаймын. Ассалаумағалейкум, құрметті жағың сынса да сағың сынбасын атты подкастымыздың көрермендері. Бүгін бізге қонаққа келіп отырған Қазақстан Республикасының мәжіліс депутаты, бүгінгі күнде Алаш Прайд лигасының президенті Қасқаров Данияр ағамыз, және де бүгінгі қазақтың қажымұқаны, балуан шолағы деп айтсақ артық айтқанымыз емес, рекордсмен Темір Сыпатаев ағамыз келіп отыр. Ассалаумағалейкум ағалар, сұхбатымыз бір халыққа пайдалы болады деген ойдамыз. Шынайы, емін еркін отырып сұхбат құрайық, бір дастархан басында отқандай, шай ішіп отқандай әңгіме құрайық. Бірінші сұрағымыз сол қал жағдай сұрасудан басталсын аға. Рахмет Айдос бауырым, жұмысыңа береке берсін. Енді өзің халық танитын біздің мақтанышымыз. Өсер елдің баласы бірін-бірі батыр дейді. Бүгін шынымен де жақсы бір сұхбат болады деп ойлаймын. Өйткені қазір әртүрлі сұхбаттарды көреміз. Жастарға, қоғамға бір пайдасы бар. Спорт саласы болсын, қоғамдағы жағдайларды көтеріп, ашық сұхбат жүргізейік. Біріншіден бүгін енді 9 мамыр ұлы жеңіс мерекесі. Енді ұлы отан соғысында қан кешкен қазір аталарымыздың да былайша айтқанда азайып, саны қазір уақытта мүлдем азайып кетті. Дегенмен, ол кісілердің ерлігін әрқашан ұмытпаймыз. Сол бүгін азанда тұрып, Борис Төкенұлы Керімбаев деген қара майор атымен аңызға айналған кезінде ауған соғысында сол кісінің үйіне барып, апамызбен, жұбайымен амандасып, поздравлять етіп, құттықтап дегендей өте жақсы бір рухани, өзіме жақсы бір сезімде ол кісінің өткен кеткен оқиғаларын бір 2 сағаттай жерде отырып қалдық. Сол, мейрам құтты болсын, рахмет. Темір аға, өзіңіз? Көңілге жақсы, баршаларыңызға мереке құтты болсын. Әрине, отан қорғаушылар күні бұл енді ақ найзаның ұшымен, ақ білектің ұшымен біздің ата-бабаларымыздың байтақ жерімізді, елімізді, тілімізді, дінімізді сақтаған. Енді әскер саласын айтатын болсақ, біраз жыл осы әскери тақырыпта болдық қой. Бақытжан Ертаев ағалардың қасында біраз жүрдім. Сағдат Нұрмағанбет батыр аталарымыздың қасында жүрдік. Кезінде естеріңізде болса, осы 9 мамырда үлкен парад болатын. Қазір енді
үлкен батырларымыздың азайғанына байланысты көшелерде қазақ халықтың жүргенін көресің да, бірақ дегенмен біз ол ерліктерді ұмытпаймыз еш уақытта. Осы уақытта біздің Рахымжан Қошқарбаев атамыз Рейхстагқа ту тіккен, Қасым Қайсен аталарымыз бар, айта берсек өте көп. Ол мереке құтты болсын. Бүгінгі сұхбатымыз өте жоғары деңгейде болады деген ойдамын. Өзімнің нағашы атам Жиенбаев Үмбетқұл Ұлы Отан соғысына қатысып, батыр атағын осы былтыр берді. Енді өздеріңіз білесіздер, Бауыржан Момышұлы атамыздың өзіне батыр атағын бермей кейіннен берді ғой. Сол сияқты ол кезде, ол заманда қазақтарға көп батыр атақтарын бере бермеген. Бірақ нағашы атам нағыз ерліктері көп болған соғыста. Сондықтан ол кісінің ерлігін бағалап, міне өзіміздің қазақ елі беріп отыр да батыр атағы деп. Осы жақында берді ғой? Иә, осы 1 жыл бұрын берген. Сол кәдімгідей тарихын зерттеп, қазбалап, бәрін анықтап, сонда совет әскерінің бір мықты жаңағы майорын ба біреуді құтқарып, жаңағы өзеннен соғыс барысында өзеннен алып өткен екен да, сондай бір керемет ерліктері есте қалған екен. Сол атамның да жатқан жері жайлы болсын. Үнемі барып тұратын едік, биыл енді жол түспеді баруға, жаңағы басына барып Құран бағыштап тұратынбыз 9 май кезінде. Жалпы сұраққа келсек, Данияр аға, енді бірінші сұрақ өзіңізге. Әрине қазіргі күндері мәжіліс депутаты болып сайландыңыз 2023 жылы. Оған дейін сізді, біздің енді саламыз ұқсас болғаннан кейін, сізде жаңағындай батырларымыздың шаршы алаңда танылуына себеп жасап жүрдіңіз ұзақ уақыт. Қазіргі уақытта сол қызметтесіз ба? Жалпы екі бірдей қызметті, екі бірдей маңызы бар қызметті бірге алып жүру қиынға соғып жатқан жоқ па? Иә, енді спорт саласында жүргелі 30 жылдан астам уақыт өтіпті, жалпы ұзын саны. Енді осы кешегінге келетін болсақ, жақында соңғы жарыс 96-шы Алашбай турнирі өтті. Атақты Федор Емельяненконы құрметті қонақ ретінде шақырдық. Енді бір күннен астам уақыт Қазақстанда болды, Алматыда. Содан бір күн қасында жүргенде өте көп адамның жаңағы жақсы адамнан бір жақсы энергетика алады дейді ғой. Содан бір жақсы энергетика алып, оның артынан кейін ұлттық қауіпсіздік комитеті академиясына барып жастармен кездесіп өткіздік. Оның ертесінде Темір екеуміз Қарасай ауданында бір жаңа ашылып жатқан Қазақ-Британ ұлттық инновация өзіңде болдың, бірге болдық. Сондай бір керемет көктем кезінде іс-шаралар бәрі осы жастарға мотивация беру, үлгі беру деген сияқты. Жаңа да айтып кеттім ғой, Борис Төкенұлының үйінде болғанда да айтып қарап отырсақ, жаңа сөздері айтқан өте керемет. Жаңа апамыз айтады, кейде енді айтамыз ғой, жасыңыз ұзақ болсын деп. Соны айтады, енді ол Алланың берген жасы. Оны сен бір секундқа или бір минутқа не ары, не бері жылжыта алмайсың. Ол Алланың берген жасы деп. Бірақ мен сендерге екі тілеймін жақсылықты дейді. Ол біріншісі денсаулық дейді, екіншісі жаңағы ұятың, адамгершілігің бойында болсын деп. Жаңа Федор Емельяненко деп кеттік. Енді ол кісіде келгеннен бері байқағанымыз өте тұйық, қысқа сөйлейді. Жаңа сөзінде байқағанымыз, кішкентайларды көргенде қуанып кетеді екен. Энергетика алып, күліп, көңілі көтеріліп дегендей. Сол көп сөздерінде айтқанда жаңағы ұят деген сөзді көп айтып отырды. Адамгершілік болу керек. Егер бір жерде бір қателік жасасаң, онымен өмір бойы ол сенімен бірге өмір сүреді. Оны енді қайтара алмайсың. Сол себептен қателік жасамауға тырысу керек деген сияқты. Енді қарапайым өмірдің қағидасы былайша айтқан кезде, бірақ сондай аты танымал аңызға айналған кісілерден жаңағы жақсылармен жүріп шарапаты тиеді деген сияқты. Кешегі өзімізде бірге болған Қарасайда да қарасаңыз қандай рухани бір өзіміздің ұлттық спортымызды дәріптеп, ана жерде керемет ән шырқалып, көктем кезінде жастармен кездесіп, енді өздерінде де жастар таниды, көріп, суретке түсіп, былайша сұхбаттасып. Осындай былайша айтқанда президенттің өзінің жалпы біздің мемлекеттің саясаты ғой. Осындай кішкене былайша айтқанда
қол бастар, жол бастар, сөз бастар дейді, болмаса жаңағыдай беткіштер азаматтар кішкене қоғаммен, жастармен осындай жұмыстар атқарған дұрыс. Ал енді парламентке келетін болсақ, 1 жылдан астам уақыт өтті. Енді алашпай айтқан 14 жыл болды, 2000 жыл бастағанбыз, 10 жылы. Енді көп сұхбаттарымды айтып жүрмін ғой, тарихын қалай басталғанын. Біз енді еркін күреспен айналыстым, Қажымқан Мұңайтпасов атындағы нөмір 1 спорт шебері, 4 жыл таң атқаннан кеш батқанға дейін. Соңғы кезде енді қыстың күндері таңғы 7-де тұрсаң, дала деген қап-қараңғы. Кейде бір аяз, қар жауып тұрады. Сол кезде ана тауға қарай жүгіріп бара жатасың, 10-15 километр. Кейде ойланасың, осы жанды қинамай басқа да жұмыс істеуге болады. Ауылға барсаң, атқа мініп, ауылда балалар ойнап жүреді кейде. Енді әке шешеміз қой бақты, білесің, қыстың күні қыстақта жүреді, қой бағып, оңай емес. Сол мынандай мектепке бүткіл Қазақстаннан қаншама талантты жігіттер түсірмей жатқан кезде, оны мемлекет жағдайын жасап, тамағыңды беріп, жақсы жаттықтырушылар, жақсы балалармен соған шыдап, сол жерде үлкен кәдімгідей осы өмірде қалыптасуға, мінезімізге дегендей чемпиондармен, содан спортқа деген көзқарасымыз сол отбасынан, осы спорт мектебінен, кейін спорт колледжі, кейін әскерге келгенде де спорт ротаға келдік. Соның арты айналып, енді еркін күресті өзім жақсы көрем. Еркін күрес ерекше қатты ұнайды. Мәуле Мамыров ағаларымыз, кейін Ислам Байрамовтар шықты, Ақжүрек Таңатаров, Дәулет ағаларымыз да бөлек қой, Жақсылық Шкемпер, ол кісілер грек-рим күресі, былайша айтқанда. Сөйтіп, енді Қажымқан балуаншылық, ол түсінікті жағдай. Бір кездер енді басында кәсіби спортта бокс, Мұхаммед Али, Тайсон деп айтылып жатады ғой. Шынымен де таң қалатын еді қарап, не деген соққылар, не деген кәсіби спорт ерекше ғой. Ол кезде теледидар енді көріп жатқан кездерде кассеталар шыға бастады. Сол кездерде алғашқы UFC-дің жарыстарын көре бастады. Прайд ол кезде Японияда ең бір дүркіреп тұрған кездерде жаңағы ол кезде кілең ауыр салмақта шығатын еді ғой. Бойы 2 метр жаңағы жауынгерлер шайқасып, сол жерде Федор Емельяненколарды көрдік. Кейін енді UFC-де Олег Токтаров шыға бастады, Танк Эббот. Сол кейін ана братья Грейси дегендер пайда болды. Бірінен бірі енді ерекше телосложнениелерде, жаңа соққылары да. Енді бұл спорт әрине қатты. Қазіргі уақытта 21 ғасырдағы бір осы көп жерде айтып қалып жатады, жаңа футболдан кейін самый развивающий, ондай 21 ғасыр спорты деген сияқты. Сол себептен бұл спортты 2010 жылы Қазақстанға біз сұрап жатады кейде, кім бірінші алып келді, сендер деп, мен деген сияқты. Бұл таласатын ештеңке жоқ бұл жерде. Бұл бізге дейін де келген спорт болатын. Бірақ сол 2010 жылдары біз кішкене бір кәсіби деңгейде құрып, басында бірінші бойцовский клуб ретінде құрдып, сол жерде жаңа жігіттердің басын біріктіріп, былайша айтқан кезде осы клубты ертең әлемге танысын деп, өзіміздің Алашбайдың жігіттері атын Прайд деп қойған. Ағылшынша Прайд болсын, дүние жүзі танысын деп. Кейін Алаш деген атты жалғап, осындай команда құрдық. Кейін енді жігіттердің рекорды керек, рейтингін өсіру керек. Сол себептен Алашбай деген промоушн құрылып, 2011 жылы осы балуан шолақта алғашқы турнирде Александр Емельяненко басты кездесуде Төлеген Ақылбекпен кездесіп, сол жерде Европа, Германия, бұрынғы жаста қайсырсаңыздар, Малайзия, Жапония, Корея, Южный Кореядан көп шақыратын едік, сырттан, Америкадан көп келетін еді. Сонымен міне, қазір 96 жарыс өтіп келе жатыр. 14 жылда 96 жарыс өтті. Енді сыртта көптеген жарыстарға шықтық осы уақыттың ішінде. Біз бұрын енді басында шынымен де сыртқа шығу келісудер, жарыстар аз, шығулар қиын деген сияқты сол кезде. М1 Ресейде, кейін Fight Nights пайда болды. Одан кейін жаңа Ахмат деген команда пайда болды. Кейін любительский федерациялар ашылды, ИМАФ деген әуесқойлардың арасында. Қазір уақытта қарасаңыз, жекпе-жектің түрі де көбейіп кетті. Мысалы, жекпе-жек дейді федерация, ол да ММА-ның бір түрі. Правиласы бір ғой, Панкратионда қарап сол жекпе-жекке келеді. Одан кейін намат ММА дейді, поп ММА дейді. Мысалы, поп ММА, ММА-ға ешқандай қатысы жоқ. Ол шоудың бір түрі да. Бірақ ММА деген жалғауы бар, правиласы бар. Рингте төбелеседі деген сияқты. Сөйтіп заман кулачный бойға келді. Былайша айтқан кезде интернет дамып жатыр, заман өзгеріп жатыр. Ғалымжан деген ағамыз бар ғой.
Шымкенттік әзілкеш нелерді түсіретін жаңағы өзі Тамада білетін шығарсыз. Сол кісі бір айтып еді, жаңағы адамдар қазір дамып жатыр дейді да, бұл адамдар қанағаттанбайды бұмен дейді да, ертең анау гладиаторский кезіндегідей бір-бірін өлтіруге дейін барады дейді да. Сол кезде адам айызы қанады дейді, бұл шегі жоқ бұның дейді да, короче. Қол печатка болды дейді басында, печатканы алып тастады, қолмен төбелеседі дейді қазір. Талқыға атса да уже қызық емес дейді, болады дейді да скоро адамдарға. Иә, ең бірінші прайдта осы жекпе-жек басталған кезде правиласы кәдімгі көшедегідей болған екен. Басына секіруге болады, бетінен тебуге болады. Былайша айтқанда, перчаткасыз 30 минут. Салмақ өлшеу 2-ақ салмақ. 75-ке дейін жоғары 2 салмақ. Қазір айтып жатады ғой, 2 килограмм асып кетті, салмағым түспей қалды деп. Себебі қазір кәсіби профессионально дайындалады спортсмендер. Сол себептен может 1-2 килограмм рөл ойнайтын шығар. Ал ол кезде қарап отырсаңыздар, әр спорттан келеді, жаңағы каратесі бар, дзюдосы бар, күрес, біреу бокс, әртүрлі дзюдо, жаңағы бразильский джиу-джитсу, қай спорт қызық. Енді әркімнің дайындығы, физикалық дайындығы, туа біткен талантына қарай, сол кездерде бір кездерде сондай бір енді кейін бұл салмақ категорияларға бөлінді. Одан кейін қазір қарасаңыз, бұрынғы бұлай келіп шыға салуға мүмкін емес. Қазір кәдімгі кәсіби дайындықтан өтеді. Қаншама сборларға барады, қаншама лагерлерге барады. Үлкен дайындық, аяқ, қол, күрес, барлық партеріне дейін дайындықпен келіп жатыр. Бірақ жаңа сөзін айтқандай кейін бұны спорт болып кіргеннен кейін жаңағыдай перчатканы кигізу, уақытпен, салмақпен деген сияқты жаңағыдай правилаларын өзгерте бастаған кезде бұның жаңағы былайша айтқанда зрелищность жоғала бастаған екен. Содан кейін енді қазір қайтадан заман жаңағына неге қарайтын болды ғой, рейтинг дейді ғой, просмотр. Қысқа, тез, жаңа өзің айтқандай қып-қызыл қан жоса болса, халық қатты қызығады. Соған байланысты жаңағыдай стойкада күресіп жатпай, кулачный бой, 5 перчатка шығу, сондай правилалар қайтадан өзгеріп жатыр. Темір аға, енді өзіңізге сұрақ. Кеше ғана мына жастар, жасөспірімдер арасында осы Қаскелең қаласында бір мектепте жаңағындай не жасадыңыз, өзіңіздің өткізіп жүрген алыптар сайысын өткіздіңіз жасөспірімдер арасында. Жалпы енді өзіңізді халық бұрынғы Қажымұқан, Балуан Шолақ аталарымыздың ізбасары ретінде таниды. Жалпы осы күнге дейін біраз рекордтар орнаттыңыз, түйе көтергеніңізді білеміз. Темірлерді майыстырып жүреді, Темір ағамыз деп қалжыңдап қоямыз өзіміз арасында. Жалпы бұл жаңағы нәрселердің, жаңағы істеп жатқан жобаларыңыздың жасөспірімдерге берері қандай, не мақсаты бар, оларға не пайда? 2019 жылы осы Олимпиада чемпионы Нұрбақыт Теңізбаев бауырымызбен кездесіп, тұңғыш рет осы жаңа айтып жатсыз ғой, алыптар сайысы деп. Соның бір отырып жай ғана негізін қалағанбыз. Сонымен Жазиралы Жаркентте өткізейік деп. Бірақ еш нәрсесі жоқ. Ол жерге мені жаңағы халықтың алдында өнер көрсету үшін шақырған ғой. Енді мен өнер әрине біраз уақыттан кейін, қазір оған да тоқталамыз. Мынау сонымен пандемия кезі, сонымен ол тоқтап қалды. Неге мынау осы силовой спорт, ауыр атлетика Қазақстанда неге дамымайды деген өзім ой туындады. Бірақ мен осы спортта көп жоқпын. Кәсіби түрде мен қол күреспен, мастер рестлингпен айналысқан жігітпін. Бала кезде күрестік. Бірақ енді штангыге көреміз, көз алдымызға Храпаты елестейді, көз алдымызға Илья-Ильин, Қазақтан шыққан тұңғыш Жасұлан Қыдырбаев. Ал енді жаңағы осындай ауыр қазіргі жастарға өкінішке орай осы Қажымұқан деп айтатын болса, Қажымұқанды бірі білсе, бірі білмей жатады да. Ол кісі енді өте сондай бір алып күштің иесі. Мен шетелдерге жиі шыққаннан кейін сол аталарымызға неге жастар еліктемейді деймін да. Еліктейіп, жаңағы өздеріңіз көргендей жаңағы стронгменде баллондарды домалатып, жаңағы ауыр тастарды көтеретін бізде әлгіден бірде бір қазақ жоқ екен. Арнольд классик деген жарыстарда.
сонымен мен осыны зерттей бастап ойланып артымыздан бір шәкірттер шығарайық. Енді елі айтып жатады, әрине Қажымұқан балуан шолақ ізін жалғастырушы. Оны сіздер мен біздер жасамасақ, басқа шетелдіктер келіп жасап бермейді. Өзге елде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол дейді қазақта. Сонымен енді Аллахтың қалауымен Домалат тұңғыш рет Жаркентті өткіздік, содан кейін Қонаев қаласында өткіздік, Астана қаласында, Ақтау қалаларында. Биылғы жылғы 5-ші дүниежүзілік көшпенділерге әлем деңгейінде кірді. Иә, Аллаға шүкір. Содан кейін Ол жерде қандай нелер болады сонда? ол жерде бөрене көтеру және 100 килолық тасты иыққа көтеріп тұру, содан кейін арба сүйреу, найза. Осыларды біз көшпенділерге қойып жатырмыз. Арнайы қазіргі таңда 30 шақты мемлекеттен ұсыныс бар. Біз енді менің мақсатым ауылдың мықты қара күш балаларын шығару. Иә, жаңағы тачка айдап жүрген балалар, өзінің спортқа деп, келем деп, алаш прайдқа бара алмай жүрген, боксқа бара алмай жүрген, футболға бара алмай, осы күшін шығара алмай жүрген жігіттерді шығарып, әлем деңгейінде шығару, көрсету қазақтың туын. Мақсатыңыз, бұл жобаның мақсаты сондай жалпы? Мақсаты солай, иә, мақсаты солай. Бұл мынау көшпенді деген, көшпенді халықтарының ішінде Қырғызстанда, Әзербайжан, Өзбекстан, Түркияда жиі өтеді. Соған енді Алланың қалауымен биыл кіргіздік. Енді ары қаратай қарқынды жұмыс істейміз. Ол бірінші толқын. Екінші толқын енді мектептерге жиі барам ғой. Мектептерге жиі шақырады, өнерді көргісі келеді халық. Шынымен-ақ сізде күш бар ма? Шынымен-ақ мынау алдыға кейбір жерлерде 5-6 гигерлар қойып қояды. Оған қалай көрсетіңіз деп. Енді көрсете алмаймын деп айта алмайсың, бірақ намысқа тырысып соның бәрін көрсетуге тырысамыз. Енді темірлерді Жаңада сұхбат басталғанша біраз сізбен күшін асып, біраз күшіңізді көрдік. Расымен мықтысыз. Екі қолмен аламадық сізді. Мүмкін енді бұл Алланың қалауы ғой. Біз болмасаң да ұстап бақ деп Абай атамыз айтқандай. Мен 18 жыл әскери қызметте болдым, мемлекет қызметте болдым. Жоғарғы мамандығым да бар, 2 мамандығым бар. Осы саланың жүрдік. Сол бір 2015 жылдары ежелден ел тірегі, адал ер боп туса, елдің тірегі деген тақырыппен мектепте жас балалармен кездесу болды. Өзімде жаңа балаларды көрсем, сондай бір от сияқты жанып тұрғым келеді. Балалардың алдында айбарлы болып сол бір соларға бір қандай бір жеміс берсем екен деген сондай бір үлгі тұрады да. Содан кейін барып, сол Бауыржан Момышұлы атамыздың тақырыбына дайындалып, мынандай роликті алдым, 2 бутылканы алып, содан кейін 2 шеге алып алдым. Сол жерден 3 минут, 5 минут өнер көрсеттім да. Бірақ халықтың деген сезімі ерекше болды. Халықтың сезімі ерекше. Содан кейін жаңағы балалар, аға, мынаны майстар байлай аласыз ба деген туынды болды да. Ананы бүйтіп көрсем, қатты. Содан кейін ары көрдім, бері көрдім. Содан балалардың алдында, оны Қажымұқан атамыз былай істеген ғой деп шақ еткізіп етіп едім, бәрі қуанып кетті балалар. Қажымұқан айтып едім, олар деген кәдімгідей көздерінде от, жүректерінде жалын шықты. Содан жұмысқа келдім. Базарға бардым да, 1 килограмм шеге алып, жұмыста отдел бастығымын. Біраз қарауымда адамдар бар, кабинетте отырып, түс кезде шегені алам да, байлауға кірсем ғой. ютубты қараймын. Жоқ, әлеуметтік қараймын. Александр Зас, железный человек Самсон, самый сильный человек деген енді сол программада қарадық. Цептарды үзу, жаңағы уақытқа изометрический система дегендерді. Соны бет қарап, уақытқа жаңағы шегені майстыры байлау. Содан кейін ары қарай, мынау біздің Қажымұқан атамыз бекер байламапты ғой деп. Содан тарихты қараса, атамыз әр мемлекетке барған кезде достық қарым-қатынас ретінде байлап кетеді екен. Жердегі тұрған арматура болса да, таға болса да, енді біріншіден күшін көрсетіп, екіншіден елдің ынтымағын байлап кетеді екен. Содан кейін мен барған жерде жаңағыны байлап жүрдім. Бір күні
жаңағы бастығыма байлап берсем қолдамай тұрды. Не істеп жатсың? Түсінбей тұрды ол. Сонымен мен кәсіби түрде бұған жұмысқа кіріп кеттім. Өзім шенім майор. Әскер қатарында көп жерлерге барамыз. Сол маманның енді оқыдық. Жаңағы. Бірақ әскерлердің арасында барған кезде өте ерекше да, олардың енді жастар сұраныс болып тұр. Содан кейін ең бірінші рет хабар телеарнасына шақырды. Сіз мынаны балет екенсіз ғой деп. Сол жерге барып көрсетіп алды, ел таң қалды. Бірақ негізі бұның түп тамыры 2002-2004 жылдары воздушный десантты войска разведкада өздеріңіз білесіздер, кірпіш сындыру, оған қызығушылық көп болады. Сол кездерде біз қызықтық қой. Ван Дамға қызықтық дегендей жаңағы. Енді сол әскерде сол қойылды. Сон кейіннен қайтадан осыны жаңағы кірпіштерді сындыру, темірлерді майыстыру, грелка дегенге кәсіби кірісе бастадым. Сонан кейін Тұрсынбек Қабатов өзі хабарласты. Видеоларды жасадым, жан-жаққа таратып жіберіп едім, Инстаграмға салып. Елдер, жастар кәдімгідей лайк басып қолдай бастады. Сонымен Тұрсынбек Қабатов бауырымызға барып едік, ол көрді, сіз шынымен ақ жасай аласыз ба дейді. Жасаймын деп отыр ғой, қарағап жаңағы шақ етіп, майыстырып, байлап. Неше номеріңіз бар дейді. Қазіргі таңда бір 15. Жай байлап жүрдіңіз? Жай байлап, әрең байлап жүрдім ол кезде, әрең. Мен енді елге осындай бір популярный болып кетем деп ойлаған жоқ. Енді намыс, оның үстіне елдің алдына барған жерге осындай байлап жүрдік. Содан кейін ең бірінші талчок берген осы Тұрсынбек Қабатовтың әзіл әлемінде. Халық шыққан кезде мен живой көргісі келді да. Арбаны сол жерде тіспен сүйреп, көп адамдарды қойып, сол жерде жаңағы үлкен арматураны жаңағы тіске қойып, майыстырған кезде елдер көзбен көріп. Одан кетті. Одан кеткеннен кейін шетелге шақырды. Қазақстан телеарнасынан арнайы Францияға барасыз, сіз осындай Мұстафа Шоқай атамыздың осындай шарасы болады, Францияға дайындалыңыз. Сезім мүлдем басқа. Үстіде дұрыс киіміміз де жоқ, қалай барамыз, бұл не болады, шетелге барғанда деп. Сонымен о жерде не істейміз? Дәулеткерей бауырымыз келіп, тәке мен домбыра тартып тұрған кезде сіз өнеріңізді көрсетесіз. Кезінде 1916 жылы осындай Төлеген Айбергенов ағамызбен Қажымқан атамыз осындай Мұстафа Шоқайлармен кездескен Францияда. Соны ізін жалғап, міне біз сәтіге қалды, барайық деп. Енді болды, барсақ барайық. Бірақ менің әскердегі контракт уақыт бітіп бара жатыр. Менде мынандай екі жол тұр. Мен әскерді ары қарай мемлекет қызметкерді жалғастырам. Болмаса мен мына жолға түсем деген сондай екі бағыт болды. Өйткені мына саланы мен енді әскер саласында қаншама рет жүрдік. Мәжіліс парламенттегі депутат Бақытбек Смағұл ағалармен, Бақытжан Ертаев ағалармен, Сағдаттан біраз жүрдік. Қастарында жүрдік. Әсер алдық әскерлермен. Соны менде 550 мың теңгедей зарплата болды. Барлық жағдай, соның кейін басшылық қызметте менде данныйым өте жақсы болды. Мені дайын болдым. Өткені барлық саланы өткем. Жағар даже генерал ағаларымыз айтты, сіз данныйың жақсы, Құдай қаласа, мынандай жерге, сен үлкен жерге барасың деп. Ол кезде біз енді фанатизм ғой, киімді кигеннің өзінде де қырдай қып, жүрген жүрісіміз, жаңағы маршировка жасаған бәрін енді өзім отбасылық әскерде болғаннан кейін осыған тиянақты қарадым. Таңертең жұмыстан кешігу деген менде ешқандай жоқ. 8-де шақырама, 7:30-да мен болу керекпін. Түс кезінде бір мен үш уақытысында міндетті түрде тренировка жасаймын. Мен ол спортта. Әскердің ішінде жүріп, мен спортты еш уақытта тастаған жоқпын. Соның ішінде жүріп, біраз жыл чемпиондар болуды армандап, Азия чемпионы болдым. Неден? Өзбекстанға барып қол күрестен. Енді арман болды, әлем чемпион болу деп. Сонымен осы ауыр саланы таңладым. Не үшін таңладым? Барлық жаңағы қиыншылық өте
өзіңіз ойлаңыз енді мынандай жағдайда тұрып, бір-ақ күнде мен қол қойдым да, есік жауып кеттім. Келдім, не айлық жоқ, бала шағаң бар. Бірақ осы саланы мен қайтсем елге жеткізем. Қажымқан атамыз 150 жылдан кейін үзіліп қапты бұл салада. Қоянды жәрмеңкелерінде көп өнер көрсеткен екен. Солай жүре келе, соң Францияға бардық, Германияға бардық, одан кейін Түркияға бардық. Сөйтіп сұраныс көбейді. Бірақ енді көп айтады, бұл жерден табыс көзі бар ма? Енді қалай сіз отбасын асырап жатсыз деген сияқты. Мен енді табыс көзін бұл жерден табыс көзін айналдырған жоқпын да. Егер табыс көзін айналдыратын болсам, шоу жағынан кетіп қаламын да. Мен бұл жерден шыңдалу, үлкен деңгейге жету жағын ойладым да, намыспен. Сөйтіп енді тойға да шықтық, басқа жаққа да шықтық. Енді міне менің ана алдыңғы ағам айтушы еді, ол 2 жыл, 3 жылда ешқандай жеміс бермейді. Әр саланы істегеннен кейін 10 жылдан кейін жеміс береді деп. Міне 7-8 жылдан кейін Аллахтың қалауымен жеміс беріп жатыр. Үлкен толағай алыптар сайысы міне үлкен деңгейге, бала толағайлар міне қазір кеше ғана өздеріңіз куәгер болдыңыздар. Қаскелеңдегі мектепте лентасы қиылып, қазір екінші мына жердегі Зердеш мектебі кеше ғана ұсынып, оларда. Бұл жобаның мақсаты балуан шолақ аталарымыздың, Қажымқан аталарымыздың ізін жалғап, бүгінгі ұрпаққа соны таныту және сонымен шұғылдандыру, және әлемдік деңгейге көтеру. Әлемдік деңгейге, менің мақсатым әлемдік деңгейге осындай қазақтың батырларын шығару. Арнольд Классик деген жарыстар бар енді. Соған үлкен осы жердегі дайындалған балаларды, бірақ қазақтың баласы сол жерге қатысатын болса, біз үшін үлкен мәртебе. Былай бүйтіп сахнада денелерін көрсетіп тұрғаннан гөрі бір нәрсе көтеріп, іспен дәлелдеу ғой, короче. Негізі қызық қой, негізі мысалы. Кешеде мысалы өткіздіңіз, барып найзаңызды лақтырып көріп едік, қызық, бәрімізге азарт болып кетті да жерден. Бұл біздің мен ойлаймын да, бұл біз қазақтікі да. Қазаққа нағыз керек спорт та енді. Әрине футбол бар, волейбол бар, бірақ нағыз керек спорт осы ұлттық құндылықты мен қазір ұстап жүрмін да енді. Енді жаймен көшпенділер өнеріне, көшпенділер ойындарына Құдай қаласа кіргізіп жатсыз, сөйтіп танылады ғой. Келешекте бәлкім үлкен әлем чемпионаттары өтіп қалар бұл спорт түрінен. Бұл бір кәдімгі спорттың түріне айналып кетер. Бүкіл әлем мойындайтын. Алла сол күнге жеткізсін, иншалла. Жаңа бір не айтып қалдыңыз, жаңа жасөспірімдер ауылды жерде көп жағдай жоқ деп ше. Сол сұрақты сізге қойғым келіп отыр да. Жалпы қазіргі кезеңде мысалы мен өзім боксты балабақшада бастағам да, 5-ші класста. Балабақша 5-ші класс оқып жүргенде кәдімгі зал жоқ дайындалатын. Балабақшаның беседкасында дайындалғанбыз. Қазір сол жерде керемет зал бар. Алматы облысы Іле ауданы Өтеген Батыр кентінде мен алғаш бокс мектебін бастағам. Сол жерде былайша айтқанда жағдай жоқ болды да. Жағдай жоқ болғаннан көп чемпиондар шыға бастады, әйтеуір. Бірақ условия болмаса да, жағдай болмаса да, біз баруға тырысатынбыз. Қазір Аллаға шүкір, кез келген жерде, енді шалғайдағы ауылдарды айтпағанда, орталықтандырылған ауылдардың бәрінде спорт кешендері салынып жатыр. Енді бәрінде болмаса да, жалпы ұмтылыс бар, жаман емес. Бірақ тәжірибелі мамандар аз. Өйткені жағдай жасалмаған. Өйткені мысалы үшін мен өзім біздің Жазиралы Жаркентте таудың етегінде Сарбел деген ауыл бар. Сол жерде ағаларымыз жаңағындай спорт кешенін, спорт сарайын салды, спорт залын. Бокстан бапкер жоқ. Бокс залын салып қойдық, бірақ бапкер таппай жатырмыз. Мысалы балаларға ұсынсаң, жаңағындай аз-маз зарплатқа ешкім барғысы келмейді. Айлығын төлеу керек, жағдайын жасау керек. Мемлекет тарапынан оған ешқандай көңіл бөлініп жатқан жоқ. Осы мәселеге қалай, жалпы бұны қалай қолға алуға болады? Негізі жаңағы ағамыз айтқан дұрыс та, расымен ауылды жерден мықты азаматтар көп шығады ғой. Енді бәріміз ауылдан шықтық, ауылды жерден мықты материалдар көп жалпы. Сол салаға қалай қалай көңіл бөлінеді деп ойлайсыз? Қалай жолын табуға болады? Именно жаңағындай залдар бар, дайындалам деп тұрған балалар бар,
жақсы мамандарды ауылға тарту. Құрметті көрермендер, қазіргі күндері шет елдерден, шет мемлекеттерден көптеген көліктер Қазақстанға келіп жатқанын баршаңыз білесіздер деп ойлаймын. Қазір Қазақстанда былайша айтқанда жүрілген автокөліктен гөрі су жаңа автокөлікті арзан бағада алуға болады. Сондай жақсы ұсынысты Қазақ автологистик компаниясы ұсынуда. Қазіргі таңда Америкадан, Грузиядан, Кореядан, Монғолиядан және Қытайдан көліктер әкелуде. Жалпы осы аты аталған мемлекеттердің барлығында офистері бар. Және Алматы қаласында Нұрлытау сауда орталығында және де Мерей сауда орталықтарында офистері бар. Офистеріне барып, немесе астындағы телефон номерге хабарласып, тапсырыс берсеңіздер болады. Көптеген жақсы көліктер бар. Баршаларыңызға сәттілік, жақсы көлік мініп, проблемасыз жол үстінде жүріңіздер. Мен бәрін түсіндім. Жалпы кез келген ауылдың баласы, өзіміз ауылда өскенде қой бағып жүрген кезде арманымыз, мақсатымыз арман қуалап, осы қалаға келіп, әлемге шыққың келеді, танылғың келеді. Енді қаладағы мүмкіндік зор ғой. Жаңағы спорт мектеп интернаттары болсын, қай салада болсын, қалаға келгеннен кейін ол жерде мүмкіндік өте зор. Сол себептен кез келген ауылдың баласының арманы осы қалаға қарай спорт арқылы болсын, қай сала болсын, ауылдан осы қалаға келіп, болашағын жаңа отбасын асырау, әке шешесіне қолғабыс болу үшін бәрі осы қалаға келгісі келеді. Енді ауылда мүмкіндік қандай? Бір кезде мен өзім ауылымда да күреске, боксқа енді көп, біздің енді жалпы осы единоборствоға қатты қызығамыз ғой, басқа спорттардан көрі. Ұлттық спорт бар, енді игровой спортты да бәріміз жақсы көреміз, футбол, волейбол деген сияқты. Қазір енді қарап отырсақ, шынымен де жақсы қазір мына тез заманауи дейді ғой, материалдармен тез арзан салынатын фок деп қойды. Көп салынып жатқан күннің өзінде әлі де жетіспейді спортзалдар, ол түсінікті жағдай. Ал бар болған жағдайдың өзінде, жаңа өзің айтқандай, жақсы мамандарды тарта алмай, ол мамандардың жаңағы егер тартқан күннің өзінде олардың жаңа айлықтары аз. Енді оны біз қазір мәжілісте, парламентте спорт және дене шынықтыру деген бізге заң келіп қазір түсті. Сол заңда қарастырып жатырмыз. Енді қарап отырсаңыздар, білім саласында сабақ беретіндерге, мысалы, дене шынықтыру пәнінің мұғалімі оларға кіргендіктен олардың мысалы сағатына қарай айлықтары жоғары. Ал жаттықтырушылардікі айлықтары әлдеқайда төмен болып отыр да. Енді біз осы жерде қазір осы сұрақты көтеріп жатырмыз. Дегенмен енді шынымен де мәдениет саласы болсын, қай саланы алып қарасақ, жаңағы ауылдық жерлерде әсіресе бәрі айлыққа келіп тіреледі. Тек қана осы спорт емес. Сол себептен енді біз енді салауатты ұлт болуымыз керек, дені сау деген сондай өзіміздің саясатымызға байланысты ауылдың спортын дамыту үшін жаңа сенікіндей осы Тимурдікі жақсы келіп тұр. Дәріптеу ұлттық спортты одан қала берді жаңағы. Енді айлықтарын көтеріп, жақсы мамандарды ауылдық жерлерге жіберу. Сол қазір бізде заңды қарастырып жатырмыз. Сонымен қатар енді кейін кезде көп айтылып кетті. Осы интернет жүйелерінде, сұхбаттарда байқасаңыздар, легионер дегенге қарсы халық шаршадық. Легионерлерге көп қаражат кетеді. Соны қазір енді легионерлерді алдағы күнде көбінесе легионерлер бізде енді игровой спорт дейді ғой. Хоккей, барыс, Астана клубы, одан қала берсе жаңа велотур дейді, велоспорттар. Сондай басқа спорт түрлерінде олардың айлықтары да өте жоғары. Одан кейін ол жерде шынымен легионерлер өте көп екен. Ал біз енді күреспен айналысқаннан кейін біз білеміз, Юрий Миличенко келді, кейін Манукян келді, одан кейін Турцумия келді деген сияқты сырттан келген. Кейін өзімізді білеміз, Ақжүрек, Якут келді, Спиридонов деген сияқты. Кәлімгідей мысалы жолымды кесіп кетті деп ренжіп жатады. Сондай кездерде енді қазір мысалы бізде лицензия алған ауыр салмақта Юсупов деген, ол да сырттан келген легионер. Сол себептен заңда мынандай қазір ұсыныс кіргізіп жатыр.
егер легионер Қазақстанға келетін жағдай болса, ол азаматтығын алу керек Қазақстанның. Мысалы, қазір Миличенко Қазақстанда бас бапкер. Майя Манеза осы жерде өмір сүріп жатыр, ары қарай бизнеспен айналысып жатыр деген сияқты. Ал егер жаңағындай командный спорттар, игровой спорттарда, енді ол жерде де айтып жатыр. Енді ол бізде әлі де рейтингі төмен, оған тәжірибелі спортшылар керек, ертең легионерлер болмаса болмай қалады дегенде ол жағында айтылып жатыр. Сол себептен егер алдағы күнде ондай легионерлер келетін болса, оны жаңа өз қаражатына, жекеменшік қаражаттарға или бір спонсорлардың қаражатына, бірақ мемлекеттің қаражатына тимеу керек деген. Енді сол жағынан енді қазір үлкен шынымен де бір заң келіп отыр, жаңа 180 спорттың түрі көбейіп кетті деген соң қай спорт қандай, қаншалықты бізге маңызды, қаншалықты халық жаппай ол спортпен айналысады, қай спорттарда бізде жаңағыдай әлемдік ареналарда жалауымызды желбірете алады, болмаса бір жақсы медальдар алып келеді деген спорттарды қаржыны сол жаққа көбірек бөліп, ал қалған қаржы егер үнемделіп жатса, осы ауыл спортына қарай, ауылда жаңа жетпейтін фолктар болса спорт залдар салып, болмаса жаңа жаттықтырушылардың, бапкерлердің осы қазақтың мысалы небір азаматтар жүр ғой, қалада квартирада тұрып қалада жұмыс істеуге мәжбүр да. Енді оларға да ренжи алмайсың, өз ауылының спортын неғып көтермейсің деп ренжи алмайсың. Оның да бала шағасы бар, ол да жүргісі келеді нормальный. Содан сондай жағдай болып отыр деймін. Сол мемлекет тарапынан жақсы айлықтар төленсе, олар әр мысалы ауылдан шыққан жақсы спортшы өзінің ауылын көтеретін еді деп ойлаймын да. Иә, дұрыс айтасың. Айтып отырған ойың бар, дұрыс. Соны өздеріңіз сияқты ағаларымыздың қолдау болса, Алла қаласа ол нәрседе жүзеге асып қалар. Енді осы заңның шеңберінде егер дұрыс бір заңдар қабылданып, ойдағыдай шығып жатса, алдағы күндерде бәрі дұрыс болып қалатын шығар. Негізі парламент мәжілісінің депутатына осындай спортты түсінетін, бала кезден спортта ауылдың мән жайын барған жігіттер енді өзіңіз ғой. Спортта болмағаннан кейін кейбіреулер түсінбейді да. Көбі мысалға қалада өседі. Қалада өскеннен кейін ауылдың деңгейінде көп жаңағы сенің айтып отқан мәселелерін білмейді ғой. Мысалға қаладан ауылға бару керек, бапкерлердің айлығы кәдімгідей 200-300 мың теңге болу керек. Оған бір арнайы тұратын жер тұру керек. Ол жалғыз бармайды, отбасымен барады деген сияқты да. Ол 5 мың ауыл, 10 мың ауыл болуы мүмкін да. Оған қалай тартамыз? Біз енді жаңағы қалада абаймен жұмысын істеп, тіршілігін жасап жүрген жігіт. Жүрсен барсаң да бар, бармасаң да барма деп ауылға сүйрей алмаймыз ғой. Сондан осындай спорттың түрлерін ақырын ауылдың деңгейіне алып келіп, кәсіби бапкерлер дайындау керек сияқтымыз. Кәсіби бапкерлер мысалы үшін қалалы жерде нормальный зарплата алады, астында көлік нормальный бар жаңағы. И өзінің ауылына барса, ол ондай айлық алмағаннан кейін ол барғысы келмейтін себеп сол да, ондай ақша таппайтын. Ал енді өзінің патриоттық сезімі болуы мүмкін, әрине ауылдан чемпион шығарғысы келуі мүмкін. Ал ауылында оның жағдайы жоқ балалар көп та, жаңағындай. Қалаға спорт мектебіне түссін, бізде сөйтіп шықтық қой дейтіндер де бар шығар. Бірақ спорт школаға түсіріп жіберетінде қаражаты жоқ азаматтар бар да, сондай нашар жағдайы отбасылар бар. Бірақ енді сондай балалардан мен нағыз чемпиондар шығады деп ойлаймын да. Негізі айтады ғой, мына чемпиондар көп жағдайда жоқшылықтан шығады деп ше. Өйткені бүкіл жаңағы барын салады ғой сол спортқа. Жаркентте Дәулет Тұрлыхановтың еркін күрестен залы бар ғой, қанша жылдан бері грек-рим күрестен. Теңізбаев Нұрбақ сол залдан шықты да, мен түсінген. Ол жерден біраз чемпиондар шықты да. Жалпы Жаркент жақ былай халықтың жағдайы жақсы деп есептелінеді ғой, енді ол жерде шекара бар, жаңа ауыл шаруашылығы жақсы дамыған, сол жағынан қарағанда енді жібек жолының бойында орналасқан деген сияқты. Сол себептен қолдау қалай ол жерде қазір спортқа? Айлықтан басқа. Айлықтан басқа. Себебі мен бұны қойып жатқан себебім, енді жақсылық Үшкемпіров ағамыз айтты, әр ауылдан бір азаматтар шықса деп. Мысалы, Бауыржан Оспанов ағамыз өзінің ауылынан жаңа спорт школаны салдырып, сол жерде жаңағыдай
чемпиондар шықса бір үй береді, или чемпион шығарған тренерға бір жағдай жасайды деген сияқты өзінің жаңағы қолдауын көрсетеді да. Сондай бір азаматтар бар да әр ауылда. Бар, иә. Мысалы, бізде Жаркентте жаңа Сарбел ауылында мысалы Жақын сондай. Ешенов Айдын деген ағамыз мысалы спорт сарайын салды. Одан кейін Тұрпан деген ауылдан Алтыбеков Жалғас деген қазір осы облыс, Жетісу облысының депутаты болып сайланды. Ол кісі де жаңағы спорт сарайларын, спорт кешендерін салып беріп, сөйтіп қызмет жасап жатыр. Жаңағы жақсылық ағамыздың жалпы арманы жүзеге асып келе жатыр деп ойлаймын. Біздің именно Жаркенттен сондай көріністер көп байқаймын. Бірақ жаңағындай маманға келіп тірелген кезде тәжірибелі мамандар жетіспей жатады. Күрестен мысалы бар бапкерлер. Өйткені Жаркенттің Жаркентте осы Алматы облысында ма айтыр, кішігірім Дагестан деп айтады екен ғой, біздікі өздікілер, осы облыстықлар сөйтіп шығарып алыпты. Чемпиондар көп шығады күрестен деп. Сондықтан бапкерлер күрес жағынан бар, ал басқа спорт түрлерінен жетіспейді деп ойлаймын. Бір аудан ғана ғой, ол Қазақстанда қаншама аудан бар. Мен мысалы өзімнің туған жерімнің ғана несін дәріптеп басқаларын ұмытып кетсем де болмайды ғой. Жалпы бүкіл әрбір қазақ елінің бір бұрышы біздің еліміз, біздің жеріміз. Сондықтан әрбір қазақ даласының бір бұрышынан шыққан чемпиондар, батырлар біздің көк туымызды көтереді. Қазақстанды әлемге танытады. Сондықтан бүкіл Қазақстан бойынша солай мемлекет тарапынан қаржылай бөлінген дұрыс па деп ойлаймын да өзім. Жаңағы бапкерлерге. Енді ойларын түсіндім, енді үшеуміз де спорт саласынанбыз ғой. Үшеуміз де спорт саласында жүрміз. Бірінші жыл емес. Әрқайсымыз енді сен өзің мысалы қандай дәрежеге жеттің. Енді қарап отырсақ, соңғы Токиода болды Олимпиада, иә. Содан бері 4 жыл өтті. Азия ойындары өтті, соңғы. Мемлекеттің қаржысы Қазақстанда басқа мемлекеттермен салыстырғанда жылына $750 миллион бөлінеді екен. Спортқа. Бұл өте үлкен ақша. Одан кейін жаңағыдай ауылдың азаматтары бар қолдап жатқан. Бірақ нәтиже қазір өте нашарлап кетті ғой. Мысалы алдыда Францияға мысалы Олимпиадасына 2 айдан астам уақыт қалды. Қазір бізде лицензияның саны да аз. Одан кейін нақты мен енді боксшылар бәрі үміт артып отырған түсінікті. Мен енді бұрын боксшылардың бәрін жақсы білетін едім. Аты жөндерін кім қалай. Қазір де жақсы танимын, бірақ олардың тарихын зерттеп, олардың салмағында қандай мықты жауынгерлер бар, қаншалықты қай салмақтан үміт күтуге болады, мен ол жағын білмедім. Бірақ енді жалпы қазір Олимпиадада маған көп сұрақтар қояды. Медаль келе ма, иә деген сияқты. Енді мен еркін күресте қазір қарап отырған 97 килограммды алды. Жақсы. Енді результаты да, дайындығы да өте жақсы келе жатыр. Одан кейін жаңа 85-те 3 рет Азия чемпионы, 2 рет әлем чемпионы жүлдегері. Бірақ енді жаңа сол саланың мамандарынан сұрап көрсем, енді 3-тікке кірсек жақсы деп айтып қалып жатыр да. Себебі енді ол бір адамның көзқарасымен шеше алмайсың ғой. Ол жерде жаттықтырушының ойы керек. Ішінде әлем чемпиондары бар, Азия чемпиондары бар. Ойлаудың өзі дұрыс па деп ойлайсыз ба мысалы? 3-тікке кірсек деген сияқты. Енді реально қарап айтатын шығар. Жоқ, енді олар шындықты айтқысы келетін шығар деп ойлаймын. бірақ енді ол спорт қой. Спорт болғаннан кейін үміт күтпеген біреулер чемпион болуы мүмкін да. Бірақ адам енді өзінің шамаңды біледі ғой, ішінде жүрген адамдар мысалы да. Қандай қарсыластың бар екен, ол осы соңғы 4 жылда қандай жетістіктерге жетті. Қаншама жаңағыдай кімнің қандай жарақаты бар деген сияқты. Кім қазір қандай жасы қаншалықты, қанша салмақ қолайды, соның бәрін есептейтін шығар енді. Оның бәрі ат танитындар сияқты ғой бұл жерде де. Жобалайды ғой енді былайша айтқанда. Енді 100% ешкім бере алмайды, әрине. Жобалағанда салмақта чемпиондар соған қарап, мысалға Айдос, сен бір спортпен айналысып, иә, бокстан Америкаға бардың. Жеңілем деп барасың ба? Әрине жеңем деп барасың, иә. Бізде осы кейде бір осындай да бола ма, болмай ма емес? Болады. Аллаға шүкір болады. Ат шаба ма, бақ шаба ма деген сияқты нәрсе айқын қойып ұстау керек. Бақтияр Артаевтың сұхбатын көрдім. Жоқ дегенде 2 алтын бокстан алуға мүмкіндік бар деп айтыпты да. Енді Бақтияр
Енді бокс андай спортта аға мен өзім енді боксер болғаннан білемін да. Сол енді Айдос боксер болғаннан кейін сол сұрақты да мен бокста көтеріп отырмын ғой. мысалы спорный моменттер көп та. Бокс Өте қиын, менің ойымша, иә, ол жерде. Мысалы екеуі де ұрып жатыр да. Қайсысы ұтып жатқанын өте андай мықты судьялар ғана анықтай алады. Еще судьялардың бәрі ол бізде айтамыз ғой, рингтің ішіндегі жұмыс бар, рингтің сыртындағы жұмыс бар да. Рингтің сыртына кімді ыңғайлайды, сол тоже сондай бар да. Мысалы жеребьевка жағын жөндейді. Мысалы бір жағына өңкей ылғи мықтылар қояды да. Айдос айтып отырғаным шынымен де бәрі осы неге дайындалып жатыр Олимпиадаға. Бұл жерде де бокста біздің жігіттердің мықты болғаннан кейін енді бәрі титуловный ғой, әлем чемпиондары бар, Азия чемпиондары бар. Сен айтқандай ертеңгі күні жаңағыдай судьялар ойнап кетпеу керек, болмаса жеребьевка, тағы да көп политический моменттер бар. Соның бәрін қарастырып жатырған сияқты қазір уақытта. Сол екі чемпион деп жатқан сол ғой. Негізі өзім ойлаймын, бір 4-5 чемпион шығатындай балалар бар бізде қазір. Қазіргі балалар жақсы. Именно осы состав жақсы негізі. Әр саладан айқын дайындау керек қой жігіттерді ше. Нар тәуекел деген бізде қазақта сөз бар ғой. Сондықтан енді бұл жерден орталық кілемге жібергеннен кейін мүмкін баланың бағы жанып кетуі мүмкін да. Бізде енді ауыр атлетика мықты еді ғой. Лондонда білесіңдер, қанша олимпиада чемпион шықты. Бәрі финалист болып кетті. 6-7 бір кездері ауыр атлетика деген чемпион шықты ғой. Біздің бауырымыз Жаслан Қыдырбаев шығып тұңғыш Қазақтан деп ананы көтеріп, Ильялар шығып, Шиншанлы бір сондай бір керемет бір кездер болды ғой. Енді алдымыздағында Парижде де сондай болады деген үміттеміз енді. Жалпы спорт тақырыбынан басқа тақырыпқа қарай кішкене ауыссақ, бүгін енді жаңа өздеріңіз айтып отырсыздар, жеңіс күні құтты болсын. Отан қорғаушылар күні деп жатамыз, 9 мамыр. Енді осы кезде біздің Қазақстанның жалпы әскери жағдайы қандай? Екеуіңізде енді сіз енді мемлекеттік жағынан мемлекеттік қызметкерсіз, сіз енді кішкене әскери адам болғансыз, қазақтың әскерін жағдайын білесіз, шет жағасын. Жалпы қазіргі күндері қазақта айтады ғой, жақсы сөз бар ғой, жау жоқ деме, жар астында дейді. Қазіргі уақытта қазақ еліне бір айтуға аузыңда бармайды. Олай бұлай болған жағдайда төтеп беретін әскеріміз бар ма өзі? Менде және менің ағаларымда қандай мотивация болды. Әскерге бармаған жігіт емес деген сондай болды да. Біз сол саланы алып, біздің әкеміз барды, менің 5 бауырым да барған. Соның артынан мен 1,5 жылдай әскерге бара алмай жүрдім. Содан кейін мен іздендім, неге бара алмаймын? Аяғым плоскостопия, мен жарамаймын. 2-3 жерден қағаз берді, сіз әскерге жарамайсыз деп. Мен намыстанамын, мен неге жарамаймын? Достарым бәрі әскерге кетіп қалды сол кезде. 99-2000 жылдар. Сол мен Алматы Қаскелеңде тұрамыз ол кезде. Қаскелеңнен жаңағы повестка келді, о жерден болмайды дегеннен кейін учеттан шешіліп, мен Семейге кеттім. Арнайы сол жақтан таныстар тауып, Семейге барып, арнайы сол жерден медосмотр өтіп, 6 ай дайындалып, Семейге барып, командирге айтам, мен отан алдындағы борышымды атқару керекпін. Білмеймін, мен отанымды қорғау керекпін. Ертең мен артымдағы ұрпағыма, жастарға мен қалай қараймын. Менде сондай сезім болды. Сен не істей аласың деді. Бүйтіп 100 рет отжимание жасап берейін десем. Жасаңыз деді, 100 рет жасады. Бірақ ол кісі сөзін берді. Әбден анау әскерлердің бәрін жинап, енді кетесің деген кезде әр салаға бөлгенге жаңағы командир менің аяғымды спорт ротаға жарамайтынын байқады да, медик жүгіріп келіп, мұнан аяғы 3-4 степень плоскостопия болмайды. Сол қайтадан мені алып тастады. Не істейміз енді? Жоқ, қайтадан кіремін. Мен міндетті түрде бару керекпін. Сонымен сол кезде бір пайдаға іске асқаны, жүргізуші куәлігің бар ма дейді. Иә, жүргізуші куәлігім бар. Онда сен спорт рота емес, водитель болып барасың ба дейді. Қайда жіберсең сол жаққа барамыз, мен борышымды атқарсам. Содан жалғасты, содан сол жақта қалдық. 2 жыл әскерді өтедік, өте жоғарғы дәрежеде. Әскерге болғым келді. Спорт енді, бала кезде спорттамыз ғой, міндетті. Мен спортта жүргелі 30 жылдан асып кетті.
Ол жақта 2 жыл қалдық, содан кейін военный академияға, жоғарғы мамандыққа түстік, Алматыдағы АВОКУ-да. Сол жерде 4 жыл оқыдық. Енді сол кез бен қазіргі кезді мен салыстырам ғой. Қазіргі жастар өкінішке орай әскер десе қашады. Мен білмеймін не үшін қашатынын да. Жақын көршілес мемлекетіміз Өзбекстанға жиі барған кезде оларда міндетті түрде әскер алдында тұрады екен. Көршілес Ресей мемлекеті тұрған кезде қаншама мыңдан өзі жаңа әскерге таңлау жағы, өзің айтып отырсың, жау жаныңда деп. Қаншама мемлекеттердің арасында қарама-қайшылық болып жатыр. Сол кезде біздің отан қорғайтын жігіттер ау деп қолына қару алмаған кезде әттең-ай дейміз да. Ал енді мен мысалға әскерден жаман болған жоқпын. Менің інілерім де мысалға қаншама әскерге барып келді. Олар ерте тұруды, жамандықтан арылды, мынау нашақорлықтан, ішімдіктен, түнде отырып кальян шегуден, жаңағы ата-анаға құрмет дегеннің бәрін сол әскерден үйреніп келеді. Егер біз өзіміздің әскерді жамандайтын болсақ, өзге әскерге бізге оқ жаудырады. Сондықтан біздің әскер өте жоғары. Қазіргі таңда әскер жағындағы жоғарғы ағаларға айтар едім, мынау кішкене заңды қатайту керек. Мен военкоматта жұмыс істедім. Балалар келеді. Балалар келгеннен кейін о бала жасы 18-де ауырып тұрым келеді. Қай жерің ауырды? Мен мына жер медицинаға жібереді, басқа жақтан справка алып келеді. О жақтан жіберсе екінші жағын алып келеді. Содан кейін міндетті түрде әкесін алып келеді. Міндетті түрде әкесін алып келеді, содан кейін мына жақтан шешесін алып келеді. Әкесі мен шешесі қарсы тұрады. Кезінде де әскерде қиыншылық жағдай болған. Кезінде де өлім жітім болған. Қазір де болады. Ол өмір. Алла тағала бізге өмірге әкелгеннен кейін алушыда біз білмейміз қай уақытта кететінімізді. Соны әлеуметтік жүйеге шығарады. Ана бала мынандай жерде әскерде осындай болған деп. Бұл соның әке шешесінде мынандай шоковый состояние болады. Неге менің осы балам әскерге бару керек? Жалғыз бала, 2 бала, 3 бала дегенді. Сондықтан мен де осы жақында ғана қорғаныс министрлігіне арнайы хат жазғанымда сол, мынау қазіргі толағай алыптар сайын әскерлердің арасында кіргізу. Әскердің арасында. Ол жерде мысалға қазақилықты дамыту, ұлттық құндылығымызды дамыту деген сияқты ешқандай өзгерістер жоқ. Бірақ қалай алсақ та біздің еліміздің іргесі әскер мықты болу керек. Біз көбінесе басқа елге еліктейміз. Жақында ғана Дубайда үлкен әскерлердің арасында керемет бір шара болды, байқасаңыздар. Сол кезде бір жігіт аяғы секіріп сынды. Сол сынған аяқпен, көрдің бе Айдос? Сынған аяқпен, сіз көрдіңіз ба? Жоқ, сақса сөйлейсің. Қазақтың сынған аяқпен. Сұхбатымыз ешкім тыңдамай қалып, 5 сағат. Бәрін өтіп шықты. Соны өтіп шықты. Сондықтан біздің жастарға көбірек әскерге барып, отан қорғаса керек. Бұның да бір себептері бар шығар, жаңағындай. Біздің жарайды ол әскерден бөлек біздің қару-жарақ жағы бізде өте нашар деп естіген мен, енді өз басым. Сіз енді шет жағасын білетін шығарсыз кішкене. Әскерде болғаннан кейін, мысалы, ескі бұрынғы қалған жаңағы қару-жарақтар соғалпы деген сияқты. Енді оның мамасы қарудың маманы емеспін ғой. Мен жаңағы өзімнің алдыма қойылған азаматтық борышымды атқарып шықтым. Ал енді техника жағында, мынау қару-жарақ жағында ол біздің мемлекет жақтағы осы саланың кәсіби адамдар бар ғой, солар айтады. Біз енді мені бір не деп интригант деп ойлағаныңыздар. Интрига туындатып тұр деп. Просто енді көпшілік адамдар көрді ғой мына су тасқыны болған жағдайды еліміздегі. Мен су мен от жалпы тілсіз жау дейді. Ол айтып келмейді біріншіден. Бірақ сол кезде мен мысалы бір әскери адамды көрмедім да. Сол су тасқынына көмектесіп жатқан біз өзіміз енді мен өзім барған жоқпын, бірақ осы Алматыда жігіттермен жиналып, жаңағы бәріміз жігіттердің басын жерге қызмет етіп жүрген жігіттердің бәрін басын жинап, жұмылып жаңағы қаражат жинастырып
инстаграмды пайдаланып әйтеуір 2 фура жібердік батысқа ше, көмек ретінде. Сол кезде қарап отырсаң, бәр жерде қарапайым халық та өздері бәрін істеп жатыр да, жаңағы бөгеттер салып жатыр, кішкентай балаларға шейін жұмыс істеп жатыр да. Сол кезде ойлаймын да, неғып біздің әскери адамдар Әскер бар. неғып сол жерде жүрмеді деймін. Біз жақында ғана, мүлдем. Айдос бауырым, жақында ғана біз Петропавл қаласына бардық. Арнайы біздің елдің жігіттері деген Астанада бір өзіміздің ортамыз бар. Барып, осы халықтың жағдайын білейік дедік та. Именно сол Бауыржан Момышұлы атындағы құтқарушылар ротасына барып кездестік жастармен. 150 сарбаздар сол жерде мән жайын сұрадық. Олар қазіргі таңда МЧС кәсіби түрде жұмыс жасап тұр. Енді мүмкін мынау блогерлар көрсетпегенде шығар. Енді сізде жаңа Ақтауда жүргенде көргенде көрдік. Айдос, сен негізі ойдағы сұрақты қойып тұрсың да. Ол сұрақ менде де болған. Мына байқасаңызда қыстың күні бір жол жабылып қалды ғой Қордай жақта. Сол кезде қанша адам ел аман жұрт тыныштық қатып өліп қалды, машиналар қалып. Сол кезде мен айтқам осы, атары тұр ғой қасында военный часть. БТРлер мен танкілермен нап шығарып жіберуге болмайды. Или біз көрмейміз ба? Или оны көрсету керек шығар. Кеше су тасыған кезде мысалы қаншама спортшылар жүр, волонтерлар жүр. Оны блогерлар көрсете алмайды. Қарапайым тұрғындар жүр. Жоқ, оны блогерлар емес. Жалпы сен айтып жатқаның жаңа 100-150 деген ол. Жоқ, бірақ әскеріне бардық қой. 5-10 мың әскерді кіргізіп жіберсе, палаткілерді тігіп чай су кеп шайып кете салды ғой деймін да. Осындай кезде дұрыс, ойың дұрыс, бүткіл жаңағы. Жіберсе, пойызға тиеп 5-10 мың адамды жіберсе, палаткілерді тігіп тастап. Военныйлардың аты военный. Біз өзіміз әскерде жүрген кезде түнгі сағат 4-те тұрғызса 20 километрді ойланбай жүгіріп кете беретінбіз. Дұрыс. Ол нағыз. Шаршамайсың да, шаршауды білмейсің да. Сол себептен ол жағы мен үшін жұмбақ, енді мен кесіп айта алмаймын, бірақ мен де ойланып сондай ой келген. Жаңа сен сұрақ қойған кезде маған дәл келіп тұрды ойыма. Енді бірақ айтылды ғой бізде, әскерлер тартылып жатыр, төтенше жағдайлар, волонтерлар деп. Енді әскерлер тартылғаны түсінікті жағдай, енді көрмесек те естідік, келіп жатыр екен деген сияқты. Бірақ бір кәдімгі Көршілеріміз ойлап қалмай ма деймін, бұл Қазақстанға танкі манкі жібермей ақ қойыңдар, суда жасасаңдар болды, өздері ақ батып кетеді деп мысалы. Сондай ойлап қалмай. Әскери тақырыбың енді шынымен де патриоттық қазір ол үлкен тақырып. Оны шынымен әскерден қазір көріп жатсыңыз ғой интернетте жаңағыдай. Өліп бала шағалар шулап жылап жатады, қашып жатады, интернеттің бәрі соған толып кетті. Сол дедовщина тақырыбын қозғасақ та болады да. Қазір мысалы мен өзім спорт мектебінде оқығанмын ағашы. Спорт мектебінде оқыдым, 7-ші сыныптан бастап спорт мектебін бітірдім. Жалпы сол кезде мысалы ойда жоқта бір мысалы сені қорғау керек, керісінше ағаларынан барып таяқ жеп жатасың да енді. Сөйтіп таяқ жеп пісіп сөйтіп өстік қой енді, мойындау керек қой. Бірақ ойлайтын енді сол кезде не үшін бізді ұрады деп ше, не үшін таяқ жейміз біз деп ше, алғаш барған кезде. И сонда ойыма келетін еді. Кезінде Қабанбай, Бөгенбай бабаларымыз өзінен әлсіздерге осылай күш көрсеткен бе еді, жүгірткен бе еді, сөйтіп бір жаңағы ұнаған киімдерін тартып алған бе еді, сондай ой келетін еді. Сосын бұның кейін осы жақын күндері тарихын зерттей келе, бұл дедовщина деген нәрсе негізі бізге орыстан келген екен. Кезінде орыстың әскері жетпеген кезде олар жаңағы түрмеде отырған жаңағы нелерді, пахандарды армияға жіберген екен. Жаңағы нелерді, пахандар болғанда именно жазасы жеңілдерін шығарып отырған екен да, и армияға жіберген екен, армия санын көбейту үшін. Аналар түрмеден небір бәрін үйреніп кеп, сол тема дедовщина деген нәрсені солай жасаған екен да. Солай халыққа жаңағы әскерге кіргізген екен. Сол нәрсе бүгінде жалғасып келе жатыр. Жаңағы мектептерде, әрбір общагада, жалпы мен ойлаймын да, бұл дұрыс нәрсе емес деп ше. Өйткені мысалы ер азамат барған кезде ол піседі ол жерде, бірақ жаңағындай күш көрсетіп
жаңағындай бір нәрселерін тартып алу ол дұрыс емес нәрсе деп ойлаймын да біздің қоғамға ше. Сол үшін де мысалы көп жігіттер армияға барғылары келмейтін шығар. Дұрыс қой, енді кез келген жігіт ана қоянды қамыс жігітті намыс өлтіреді дейді. Енді әскерге келгеннен кейін. Бірақ кезінде енді Польшаға кетіп жатады, Германия, мына жағы теңіз, морфлотқа кетіп жатады. 2 жыл көрмейсің, сыптай болып келеді, ауылда шықпаған, шетелді көрмеген балалар барып, орысша сөйлеп, шаштарын алып, былайша айтқанда военный форманы киіп, 3 ай ма, 6 ай ма оқып жаттығу дейді, учебкада, былайша айтқанда, енді әртүрлі тәрбие алады ғой. Біреу спортқа жақын болады, біреу басқа қыздардың арасында өскен балалар болады, біреу үйінен шықпаған бала болады. Соның бәрі әскерге келгеннен кейін енді бәрі еркек балалар болғаннан кейін ол жерде жаңағыдай жарыс болады, енді ерегес болып, әртүрлі жағдайлар болады. Бірақ анадай жаңа сен айтқандай қатты бір намысқа тиіп, ол әрине дұрыс емес. Оның бәрі енді былайша айтқанда офицерлерге байланысты. Мысалы, мен офицер болсам, мен тәртіп жасайтын едім да. Бәрі дені дұрыс адам болса, ол түсінеді. Егер сен түсіндірсең, егер түсінбеген адам болса, оны бірден или шығарып жіберу керек, или сіздер армияда болған жылдар мысалы үшін тәуелсіздік жаңадан алған жылдар ғой емес? 96-98, 1,5 жыл спорт рота болған жылдары ғой. Талай ағаларымыз қашқан кездері білеміз. Шет жағасында. Ол кезде де қашып жататындар да көп. Ол жерде де жаңағыдай әртүрлі жағдайлар болады. Алған жылдары қатты болыпты ғой армия. Бізге дейін қатты болды негізі. Бізде кішкене жақсы болды. 96-та сәл дұрыс салып қалған кездер ғой. Енді әр жерде әртүрлі болды. Енді біз Алматыда болдық. Кейін Сарыөзекке бардым 1,5 жыл. Бұлай енді жалпы сол кездегі әскер жаман болған жоқ негізі. Мен де ойлайтын әскерге барғанда не үйретеді деп. БТР атқызып, танкін түнде ночной вождение, қаруларды қалай, соның бәрін үйретті. Мен енді аға біздің подкаст жалпы жағың сынса да сағың сынбасын атауы енді мотивациялық бағыт. Енді біз көбінесе бүгінгі сұхбатта политиканы талқыладық. Жаңағы ағамыздың нелерін талқыладық, Темір ағамыздың. Жалпы кез келетін қонағыма қоятын сұрақтарым, сіздің басыңыздан өткен ең қиын жағдай қандай болған еді? Одан қалай шықтыңыз? Одан шығуға кім себепкер болды? Осындай сұрақты жалпы сіздерге қойғым келіп отыр. Даниярға өзіңіз бастап айтсаңыз, сосын Темір ағам жалғастырса. Ең қиын жағдай, енді кейде болмайтын нәрсеге қиналамыз ғой. Енді өтіп кеткеннен кейін бәрі оңай сияқты. Қазір бір қиналдым деп айтудың өзі де. Мысалы 90 жылда жаңа өзің айтқандай свет жоқ, ауылда үйдің бәрі суық. Сондай бір қиын заман болды ғой, көшедегі ағаштардың бәрін кесіп тастаған. Ақша жоқ, еш жұмыс жоқ. Енді ол кезде де мысалы балалық шағымыз өзінше бір қызықты өтіпті. Кейде бір аяқ киім тауып кие алмай қалатын кездер болды. Қазір оның бәрін сағынышпен еске аламыз. Одан кейін де қалаға келдік. Қалаға келген кезде де жұмыс табылмайды, не барып жататын жер жоқ. Ондай да уақыттар болды. Бір жатақхана бір бөлмеде 10-15 бала жатып, кейде ішетін тамақ ақша таппай қалған кездер болды. Оны да өттік. Одан кейіннен жаңағыдай елімізде бір жақсы қызу экономикалық өрлеу болды ма, жұмыстар жан-жақтан қайнап, сол кездерде осы бизнес саласына келіп, жақсы қаражат тауып, жатпай тұрмай жұмыс атқарып, біраз шетелдерге шығып, ел көре бастадық, жер көре бастадық. Кейін осы спорт саласына келген кезде бұл өз алдына бір қиыншылығымен сондай қатар жүрді да. Енді қазір шын айтқан кезде оны айтуға да ыңғайсызданамын. Оның бәрі әр жігіттің басынан өтетін шығар деп айтамын. Ол қай жұмыс болсын, ең бастысы енді барлық жерде айтылып жатады ғой, сынбау керек деп айтқанға оңай ғой. Негізі білмеймін, мүмкін бәріне ол жолы бола бермейтін шығар. Бірақ дегенмен де адам айтады ғой, күнінде қанша бәле көрсең де бір алладан үмітіңді үзбе деген сияқты. Ең бастысы мен де ойлайтын кейде, неужели осылай? Осы қиыншылықтан қандай жолдары бар деп ойланасың ғой. Кейде бір ақылым жетпей жатыр ма, или тәжірибем жетпей жатыр ма, не болып бара жатыр деген сияқты. Шынымен қиын кездер болды, бәрінен өттік, әлі де өтіп келе жатырмыз. Өмірдің өзі күрес, сол себептен енді шүкір Аллаға, ең бастысы жаңағыдай деніміз сау, отбасымыз аман,
қалғанның бәрі енді ол менің ойымша елің аман, жаңағы дені сау, отбасың аман болса, қалған қиыншылықтар енді. Қиыншылық ол қай жерге болса да болады. Отбасылық қиыншылық болады, қызметте қиыншылық болады. Өмірдің өзі бар мен жоқтан құралған ғой. Менің айтатыным, анамның жоқтығына қиналамын да. Енді бала кезден ерте анамнан қайтқаннан кейін, шіркін-ай, осы бір жақсылығымды анам көрсе екен. Кейбір жігіттерді қараған кезде анаға телефон шала алмай жатады, анасын қасына ала алмай жатады, анасына бір жылы сөзін айта алмай жатады. Сол кезде менің ең қиыншылығым сол. Ал қалған, мысалға, машина бұзылып қалды, не болмаса бір мына жұмысым жүрмей жатыр. Бұның бәрі Алланың қолында. Тек қана алдыға мақсат қойып, осыны мақсатың айқын болса, арманың орындалады. Ол әр жігіттің басында қиыншылық болады деген ойдамын, міндетті түрде. Сондықтан аналарыңыз бар кезде соны құрметтеңіздер. Кейде мен көп жігіттер аналарын құшақтап, үлкен 50-60-ға келгендер аналарын құшақтап, алдына еркелеп жатқан қатты мен сондай сезінемін да. Неге менің анам жоқ, осы менің осындай бір жақсылықта сондай қиыншылық бар. Әйтпесе бәрі өмір жақсы ғой, қазір барлық жағдай жасалған. Егер басыңды істетсең, алдыңа мақсатың айқын болса, тек қана біреудің ала жібін аттамай, жақсы өзіңнің алдыңа қойған жолыңмен жүретін болсаң, кедергілер болады. Кезінде біздің бабаларымызда да болған, қазір де болады. Өмірдің өзі сол сынақпен тұрады ғой. Жалпы жастарға, мысалы, қазір жастар көп байқаймын да, жаңағы бірден сынып қалады. Бір қиыншылық туындаса, Құдай сақтасын, Қазақстанда жаңағы асылып өлуден, жаңа өз-өзін өлтіруден, қол жұмсаудан өз-өзіне алдыңғы қатарда елдер екен да, суицидтен. Оның да басты себебі жаңағы кредитке кіріп кетеді, бір қиындықтарға туындайды ғой енді басында, жаңағы қарызға кіріп кетеді, содан өзіне қол жұмсай салуға асығады. Сондай жастарға қандай ақыл кеңестер айтар едіңіздер? Мысалы, осы подкастымызда қазір сондай қиналып жүрген бір жастар көріп отыруы мүмкін ғой. Енді айтады ғой, өмірді Алла берген сыйы дейді. Оны құрметтеу керек, қастерлеу керек. Ол ақыл айту мен білмеймін енді қандай ақыл айтатынымды, бірақ ол өзіңе қол жұмсау, ол жол емес та, онда шығудың жол емес. Ол тек қана ертең отбасына, егер әке шешесі болса, ол қандай өте ауыртпашылық. Қайта сен басқа түскен жұмыстармен күресу керек, жаңа айтып отырмыз ғой. Былайша айтсаң, шынымен де мүмкін емес. Енді осыдан кейін ары қарай қалай, өмір бітті ма, күн, бұны енді мен ешқашан құтыла алмаймын, болмаса осымен бітті деп ойлау мүмкін да. Бірақ қарап отырсаңыз, енді аз ба көп па осы өмірде көргеніміз, бәрі еңбек етіп отырсаң, ерте ме кеш пе, әйтеуір білмеймін, кез келген қиыншылықтан өтесің. Ешбір адамға бәрі керемет болады деп мен ойламаймын. Себебі жаңағы ақшасы бар адамдарды қарасаңыздар да кредиті көп болады, или болмаса отбасында бір бақыты болмайды. Оған қараған кезде сен денің сау, отбасың бар, әке шешең бар, осындай тәуелсіз елің бар, халқың бар деген сияқты. Ең бастысы жаңағыдай бір алаяқтарға, бір болмайтын жерге бір ұрылып қалып жатады ғой. Сол жеңіл ақша тауып, енді мына интернет қызығатын шығар жастар. Жаңағыдай әдемі көлік мініп жүргісі келетін шығар, шетелге барып. Өзімізде қызықтық қой сол. Сондай бір қызығушылық, сол алданып қалып, одан кейін енді осымен бітті деген сияқты, үйге қайтып барам деген сияқты, әртүрлі себептерге байланысты енді. Мына тиктоктағы информацияның көптігі де шығар, может, психологияға әсер етіп жатқан. Соның бәріне қарап. Иә. Оның артында қаншама оның қиыншылықтарын білмейді адамдар. Тек қана әдем жағын қойды ғой интернетке көбінесе. Жаман болып жатқанын көп ешкім көрсетпейді. Оның артында қаншама еңбек жатыр, қаншама артында сұрауы бар, қарасаңыз, қазірде көріп отырсыздар қалай заман өзі. Ол бірінші рет емес қой, ол тарихта солай келе жатыр. Әр асқанның бір тосқаны бар, кім шектен асып кетеді, мысалы. Бәрінің өзінің орны келген кезде, ол
өзін реттеп отыр да, қарап отырсаңыз. Сол себептен ол тура қарап, дұрыс жаңағыдай адамдармен араласып, өздерің жаңа айтып отырмын ғой, осы аптада қанша энергетика алдық деген сияқты. Енді тура жолдан тайдырмасын, ең бастысы жақсы ақылдарын айтатын, жол көрсететін, алдыда жол көрсететін ағалары болсын. Сондай адамдармен сұхбат құрып, ақыл кеңес. Қазір енді адамдар көбейіп кетті ғой, қазір анау не дейді, кеше түрлі бизнес үйрететін, өмір сүруді үйрететіндерге психолог. Қазір заман шынымен кішкене сондай адамдар енді шынымен де адасып кетеді енді. Жас кезде өзімізде талай қателіктер жібердік қой. Сол себептен енді ең бастысы сол қасындағы адамдардың дұрыс болып, сол Алланың тура жолдан тайдырмай жүргізгенге. Хакім Абай айтады ғой, еңбек етсең ерінбей, тояды қардың тіленбей деп. Құрметті жастар, енді сендер біздің болашағымызсыңдар. Мен жиі жастармен кездесем, айтатын сөзімде еңбекқорлыққа, қазіргі таңда білімге көбірек көңіл бөлу, ғылымды болу, бір саланың жетістігіне жету, ардақты ағайындар. Кейде бір спортта көресіз, бір бокспен айналысады, 2 жылдан кейін күреске болады, 3 жылдан кейін плаванияға барады, 4 жылдан кейін тағы бір доп ойнауға барады, содан кейін нәтиже көрмейді де, бала өз-өзін тастайды. Ал егер де етікші болсаң да, сол етіктің үлкен маманы болу керек деп ойлаймын. Соның бір жемісі болады, артында қайыры болады. Ең басты адам ниет түзеу керек та. Бисмиллах, не жазсақ да ата бабаларымыздың салт дәстүрімен, соның саласымен ниетті түзейтін болсақ, бәрі орнына келеді. Міне алдымыздағы біздің үлкен ағаларымыз бар. Айдос бауырымыз да бүгін күнде үлкен жетістікке жетіп, өзі кітапта жазып, мынандай суларда шығарып, қашан көрсек еңбектеніп жатады. Еңбек етсең ерінбей, тояды қардың тіленбей. Сондықтан бұның бәрі жігіттер телефон алуда, мысалға мынау шетелге баруда бәрі еңбекпен келеді. Жайдан жай Данияр ағаларың парламент мәжілісі болып қоя салған жоқ. Жайдан да әлем чемпионы болып шахмат бола салған жоқ. Жайдан жай біздің Бақтияр Артаевтар болған жоқ. Сондықтан тек қана оқу, білім, еңбек, елді сүю, отанды сүю, ата-анаңды құрметтеу, сол мемлекеттік тілге көбірек көңіл бөлу. Жастар қазір бір-бірімен қазақша сөйлескісі келмей ұялады. Не үшін ұяласыңдар? Мен мысалға мынандай ұлттық киімде жүруге, етікпен жүруге, мен басыма бөрікті қай мемлекетке барсам, Америка, Франция, қай мемлекет мен мақтанышпен. Өйткені біз өзіміздің елімізде осындай ұлттық киімдерді, тілімізді, дінімізді көтермейтін болсақ, басқа мемлекеттен келіп, осы қазақ ел көтерілсін демейді. Елдің болашағы іргесі біздердің қолымызда. Сонда ғана біз үлкен деңгейде жетеміз. Сонда ғана біз өсеміз. Қазір ұлттық спорт деп жатырмыз, әркім өзінің спорты деп жатыр. Сонда үлкен жетістікке жетеміз. Жастарда осындай сезім қалыптасса екен деймін да, осында өскен кезде. Егер елге қызмет жасай алмасаңдар, зияндарың тимесін. Біреуге пайдаларың жасай алмасаңдар да, зиян тигізбеңдер. Туған жеріңді, аға бауырларыңды сыйлаңдар. Қазір көп жағдайлар болып жатыр. Сол мен айтатын. Соңғы бір екеуіңізге сұрақ. Біздің аға, Данияр аға, сізге қойайын бірінші. Енді екеуіңіз де өз пікірлеріңізді айтасыздар. Біздің қазақ тілінің мәртебесін қалай көтереміз, қалай ойлайсыздар? Жалпы тәуелсіз ел болғанымызға 30 жылдан аса уақыт өтіпті. Бірақ қазақ тілінің бір мәртебесін шыны керек өзім қалалы жерде көп сезбеймін, көрмеймін. Үнемі қазақша сөйлеп жүремін, айтып жүремін. Өзге ұлт өкілдеріне жарайды дейсің, мақұл дейсің, ренжімейсің. Өзіміздің қаракөз қандастарға қарапайым бір кафеге барып, кофейняға барып, кофе заказ берсең, қазақша сөйлеп тұрсаң, бетіңе қарап орысша сөйлеп тұрады да. Бұл идеологияны қалай өзгертсек болады? Қандай бір ойларыңыз бар жалпы? Жалпы осы парламентке келгенде ең көп көтерілген сұрақтың бірі осы қазақ тілі болды бізде. Шынымен де министрліктен келіп
баяндама жасаған кезде, заңдар қабылдаған кезде мына медицина тілдері, мына юридический терминдар, военный тілдердің көбісі әлі де аудармалары дайын емес па? Оның үстіне біздің жоғарғы білім алғандардың көбісі қаланың балалары сыртта оқып келген. Сол жағынан бекен. Бірақ енді бұрынғыдан әлдеқайда өзгерістер бар екені рас. Қазір интернетте де байқайсыз ғой, кейде біз өзімізде орысша араластырып жазып жүрген кезде қарасаңыздар, қаншама адам боқтап тұрып жазып жатады. Қазақша нағып жазбайсың деп. Мысалы, қарапайым мысалда, мына балкон деген сөзді қазақша қылтима деп өзгертіп қойды да. Сондай сөз мысалы, кезінде атам заманында болмаған сөз шығар бәлкім. Енді оны, ол жағынан мен енді жарайды, мен ол жағынан өзім айтпай ақ қояйын, себебі оны шынымен де аудармасын оны көп естідік. Қылтима, андай мұндай деген. Қалай оны аударып жүргенін ешкім білмейді. Ондай қазақтан бұрын сөз болмаған ғой енді шынымен де. Кейбір сөздерді мен ойымша жаңағы балкон бір сөздер болады ғой. Сол аудармасы қала беруге дұрыс деп ойлаймын, мен оның қажеті жоқ деп. Ал ары қарай енді сіз боп, біз боп қазақша сөйлеген сайын қазақша көбірек өзіміздің тілімізді өзіміз сөйтіп қорғайтын шығармыз деп ойлаймын енді оны. Қайсымыз. Бізді көріп отқан көрермендер баршаларыңыз атсалысыңыздар. Осы өзіміздің тілді өзіміз құрметтейік бірінші кезекте. Мысалы KZ Sport деген мысалы сайттар бар ғой. Мысалы сол жерде бір футболдан бір жаңалық болып қалса, бір орысша жазылып қалса, несінде бәрі ашса, біріншісі орысша кетсе, бүкіл комментарий орысша кетеді ғой. Сосын алдында бір жазып жүрген бір неге ше. Қазақ жеңіске жеткенде қазақша жазыңдар деп жазып жіберген ғой. И сөйтіп менің астыма кетті, короче, нелер ше, жаңағы орысша жазатындар. Что за национализм, бір нәрсе, короче, болмайды ғой бұлай деген сияқты орысша жазып отыр да бәрі. На каком языке хочу, таком пишу, короче, деген сияқты сондай сөздер жазып отыр да. Уже андай жалып сындырып тастап отыр да мен ше. Біреусі жазып отқан жоқ қой мен үшін ше ана жерде ше. Мен енді мән бермеген сияқты не істей салдым да, просто қарай салдым да. Бірақ содан да қарап білесің да, что ертең қазақ тілі деп шыңғырсаң, сен артыңнан біреу келе ма деп ойлайсың да. Мынау бұға дейін де біздің Әлихан Бөкейхан аталарымыз, Міржақып дулаттар, алыстан алаш десе аттанамын, қазақты қазақ десе мақтанамын, болған соң әкем қазақ, шешем қазақ, мен неге қазақ тілден сақтанамын деп айтқанда. Енді қазіргі таңда көзі ашық, көкірегі ояу жігіттеріміз ғой. Қай-қайсымыз болсақ та. Менің ұстаным отан отбасынан басталады. Отбасындағы тәрбие. Екіншіден мынау телефондағы көп нәрсе орысшалар. Үшіншіде біздің отандық өнімдер. Біздің отандық өнімді үлкен дәрежеге шығады. Төртіншіде біздің ұлттық киімдерде. Бәрі осындай нәрселерден басталады да. Сонда ғана өсеміз деп ойлаймын. Егер осылардың бәрін біріктіріп ұстайтын болсақ. Біз қазақша тәрбие алдық, қазақша міндетті түрде сөйлейміз. Ал енді басқа жастар орысша сөйлесіп тұрса, оған барып нұқымаймыз ғой. Оған барып жаңағы біл демейміз. Бір Емельяненко келді, Қазақстанға келді. Бір ұлттың дәрежесін көтеріп тұр ғой. Болашақта біз бір Емельяненко шығара алмаймыз, сондай қазақтың жігіті Айдос Ербосынұлымен кездесуге Әзербайжанға шақырыпты. Айдос Ербосынұлымен кездесуге Италияға шақырыпты. Біздің Бауыржан Момышұлы атамыз барды ғой, шетелдерге. Өзімнің ұстанымым солай да. Бір қазақты шығарып, айғайлағаннан біз еш нәрсе шықпайды. Сондықтан осы отандық өнімдерімізді, ұлттық құндылықтарымызды көбірек көтеру керекпіз. Бізде қаншама байлығымыз бар, қазбаларымыз бар. Элементарный жаңағы магазинге баратын болсаң, бәрі шетелдікі да. Шетелдің өнімдері. Мынаның бәрі бізден шықпайды. Мынау шықпайды, мынау шықпайды. Мынау қазақтікі болатын болса, мынаны алып Түркияға алып барса. Мынаны алып Италиядан бізден алатын болса. Әрине осының кейін көреттілер қалай тала қазақша. Мына жерде орысша жазылған, мына жерде итальянша, мына жерде германша жазылған нәрсенің бәрін. Қазақтың мынау ұлттық құндылықтарын көтеру керек.
қазақтың құндылықтарын көтеріп тастау керекпіз да. Элементарный. Мен қазір арбаны оюлау керекпін да. Бөренен оюлау керекпін, таппаймын. Сондай өзіміздің Қазақстанды таппай қалам да. Өкінішке орай. Жарай. Жақсы, ағалар, келіп маған осылай ашылып сұхбат бергендеріңізге үлкен рахмет. Данияр ағамыз да үлкен қызметте жүрсе де келіп осылай сұхбат беріп құрметтеп жатқаныңызға үлкен рахмет айтқым келеді аға. Темір аға, өзіңіз әрдайым қолдап жүретініңізді білемін, сеземін. Жалпы келгендеріңізге рахмет. Біздің көрермендерге бір-екі ауыз сөздеріңіз болса, мархабат. Енді Айдос бауырымыздың көрермендері жалпы бұл жерде көбінесе спорт тақырыбы, патриоттық тақырыпта, елдегі жағдайлар. Енді жақсы тақырыптарды қозғадым, тіл туралы, патриоттық туралы, спорттық туралы, ауыл туралы деген сияқты. Енді жұмысыңа табыс тілейміз, спортта да әрқашан биікте көріне бер. Саған жастар бой түзейді, біз сенімен мақтанамыз. Бізді сыйлап, шақырып жатқаныңа рахмет. Енді қолдан келгенше сұхбат қызықты өтуіне тырыстық. Енді көңілден шығады деп ойлаймыз. Алдағы күнде мүмкін тағы да келіп, бұдан да бір қызықты заманға сай мүмкін Экшн қосып па? экшндарды қосып. Иә. Өйткені шынымен де айтатын ойымыз көп еді, бірақ бүгінгі подкаст шынымен ұзақ болып кетті бір шетінен. Қазір елдер ұзақ көрмейді. Арнайы Айдос бауырым шақырып жатып, кешелі бері айтып, осыған ниеттес болыңыз деп көп рахмет. Бүгін жақсы өзекті мәселелер қозғалды. Өзің сияқты жігіттер осы ұлттың мәселесін, тілдің мәселесін, спорт, ауыл, әр саланы көтермесе, басқа енді әркімде біз бағанадан бері 2,5-3 сағаттай отырмыз. Қаншама уақыттар зырылдап жатыр да. Звоноктар келіп жатыр. Ол бірақ енді айланып келген кезде мынау деген өзегімізде жүрген мәселе. Данияр ағамызды да ұстау өте қиын. Бұл кісінің әр уақыты, сағаты бәрі жазылған, есептелі. Сондықтан сіздерге де әрқашанда осындай елдің қалқаны болып жүріңіз. Жастар сізді жақсы көреді. Сіздердің арттарыңыздан көп жігіттер әскер болып жиналатын болса, жаман болмайды деймін. Өткені ауылды көрген, қойшы болдым деп айтып отыр. Мал баққан адам, мал деген ол біздің берекеміз. Мал баққан адам адамға да қарай алады, қай жағынан қалай қайыру керек екенін. Ол малдың жік-жігімен ажыру, адаммен адамды салыстыру, психология қарым-қатынас деген сияқты. Ауылдың жағдайын білесіз. Спорт деген енді қанша 30 жылдан астам спорттың саланы біледі. Ол өте дұрыс. Осы жақында келіп, маған қолдау беріп, осы жерге керемет сезім беріп атқаның өзі біз үшін үлкен мәртебе. Сондықтан өзіңіз сияқты азаматтар көбірек бару керек. Әзекет сондай көбірек барса, сонда түсінеді. Біз енді жақсы адамдармен жүргеннен кейін, ана кейде бір жаман адамдардың төңірегін білмейміз. Кейде мен өзім жүрем да, букмекерскіге кірем. Көрем да, система қалай болып отыр. Сонан кейін анау ойнайтындар бар, карта ойнайтын жерлер. Карта, жастар ойнайтын жерге кірем. Просто кейін оламда кірем. Көп жастар күні-түні отырды ана жерде. Дизиге тіреліп алған. Анандай неге улайтында кіріп алған. Оны ойлап атқан ешкім жоқ. Спортив кіріп аламда, кальянаға кірем да, көрем да. Көргім келеді де, мен де балам өсіп келе жатыр ғой. Балам қайға қарап отыр. Ана болып отыр. Соларға кішкене шектеу қойылса. Әр жерден осындай біздің патриот мықты жігіттер шығатын болса, жастар көбінесе сондай нететін болса, біз өсеміз. Жалғыздың жаңы шықпас, жаяудың үні шықпас дейді. Сондықтан біз жіп біріксе арқан, жігіт біліксе қалқан деп қазақта айтады. Бірлікпен ғана үлкен жетістікті, жемісті бағындырамыз. Рахмет. Темір аға, сіздің мынандай шегелермен жалпы біздің президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлына осындай шегелермен жүрек жасап бергеніңізді білеміз. Енді бізге келіп отырған Данияр ағамыз да жай адам емес, бір құрметпен
бір шегеден жерге жасап берсеңіз. Жақсы. Иә. Енді менің мақсатым, құрметті жігіттер, қазақтың жігіттері руға бөлінбей, тас түйіндей болайық. Біз бір атаның балаларымыз деп осындай жүрген жерде байлап жүрем ғой. Сондықтан қазақтың бірлігі өте қазір бізге маңызды. Осындай темірден Айдос бауырымыз тұрма дейді ғой. Отырып байлайық енді осы жерде отырып. Екі темірді Данияр ағамыздың Энергетика сезіледі, істеватқан кездер. Отырып майстер көрмеппін, бірақ енді Отырып қинап қойды ма? жоқ. Бір жаңа не ғой? Міне қазір тұңғыш рет Таза қол, отырып тұрып істеп берейін деп тұр. бұл жерден таза қолдың күші кетеді ғой. Ой, Алла. Енді өткенде Федор келген ана Сергей келіп майыстырды ғой. Түскі астан кейін темір келіп спорт залда майыстырып отыр ғой. Сен Федор айтам да, бізде бәрі майыстырады. Темірді бізде шетінен мықты деп па? ойлап қанша бәрі майыстырады екен деп. Иә. Шетінен біздің қазақтың жігіттері. Ой, бұның өзінің байлаудың өзі қаншама уақыт, қаншама күш. Сондықтан отырып байлаған менің өзіме де қызық болып тұр. Бүгінгі күні бар ғой. Осындай Айдостың несінде. Алла. Мен мынаны Францияға барғанда байлап кеттім. Мұстафа Шоқай атамыздың басына. Мынау неге Түркияға бардым. Сол жерге барғанда Мұстафа Өзтүрік атамыздың басына да байлап кеттім. Сондықтан мынау біздің бірлігіміз. Данияр аға, енді сізде осындай қазақтың жігіттерін тас түйіндей қылып бірге ұстап жүрсіз ғой. Жаныңызда таспан емес, доспен қалап жүрген азаматтың бірісіз. Сондықтан еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, осындай тас түйіндей, темірдей мақтап жүре берейік. Бақытты болсын. Шегені майыстырып жүрген ғой.